Сәлем баршаңызға, бұл менің YouTube каналымдағы алғашқы видео рецепт. Сіздерден қолдау күтемін. Әуелі сары май мен қантты миксерлейміз. Қант ерігенше, одан соң тұз қосамыз. 2 жұмыртқа, қоюланғанша миксерлейміз. Видеодан консистенцияға мән береміз. Ұнды міндетті түрде ситадан өткіземіз. Сол кезде ауамен қанығады. Мен әркез ас үйде весы қолданамын, сондықтан да баршаңызға бір весы алып қоюға кеңес беремін. Разрыхлитель қосып, лопаткамен мұқият араластырамыз. Астынан жоғарыға қарай. Пышная масса бізде басылып қалмау керек, соған мән береміз. Қамыр қою болады, одан қорықпаңыз. Бұл универсал қамыр. Кейін бұл қамырдан мысалы шарлотты пісірсеңіз де өте дәмді болып шығады. Табағыңыздың диаметрі шамамен 19-22 сантиметрге дейін болғаны жақсы. Менде 20 сантиметрлік кастрюль. Бұны мен мастер-класста үйренгенмін. Кастрюльдің түбіне пергамент қағазын төсейміз, ешқандай жанына май жақпаймыз. Сол кезде біздің қамырымыз кастрюльдің жанына жабысып, көтеріліп, пышный болып піседі. Грамм қантқа 1 шай қасық корица қосып араластырамыз. Сливаларымызды жуып, 2-ге бөлеміз. Кесілген бөлігін жоғары қаратып, қамырдың үстіне орналастырамыз. Сливаның дәмі қышқылтым келеді, қамырымыз тәтті, екеуі үйлесімді өте дәмді пирог болып піседі. Әр сливаның үстіне біздер қантты корицалы қоспамызды себелейміз. Духовкада 180 градуста 45-50 минутта пісіп шығады. Піскенін сіз пашка тығып тексере аласыз. Каналға тіркеліп, колокольчикті басып, қолдап жүрсеңіз болады. Алда талай видео рецептпен бөлсемін. Сау болыңыздар!